жастар қаласы, тек қана талантты жастардың басын қосқан премьер-лига. Жартылай финал, кеш жарық достар, жайдарманға қош келдіңіздер. Жазғы демалысты артқа тастап, мына тұрған жастар осы сайыстарға тың күшпен келді деген ойдамыз. Ақ мәреге бір қадам, біз сайысымызды бастаймыз. Ендеше бүгінгі сайысқа түсетін командалармен таныс болыңыздар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті Elite.kz Алматы. Павлодар облысы Екібастұз қаласының құрамасы біз қазақпыз. Жамбыл облысы Шу ауданының құрамасы Шучу. Алматы технологиялық университетінің құрамасы. Қазақстан инновациялар және телекоммуникациялық университеті Жас өркен Казиту құрамасы Орал. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті механика және математика факультеті Интель Алматы. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті ХХТУ тарифы Түркістан. Семей мемлекеттік педагогикалық институты Серлер, Семей. Қазақстан Республикасы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты Байланыс жігіттері Алматы. Ақтөбе медициналық колледжі Жас талант Ақтөбе. Қазар алқасының құрамында Қазақстан КВН одағының бас редакторы Елжанов Рүстем. Қазақстан КВН одағының жоғары лигасының чемпионы, жарайсында жігіттер Түркістан Мырзаби Еркебұлан. Тағы бір жоғары лиганың чемпионы, ұлдар емес Қарағанды, Мырзахметов Перизат. Чемпион болмаса да осы атаққа лайық біздің мақтанышымыз Оралғазин Марат. Және қарапайым ғана Достаев Марат. Бүгінгі сайыстың тақырыбы ел ертеңі жастар, сәлемдесу жас келсе іске. Ендеше іске сәт достар. Бәрекелді. Бірінші А тобы өнер көрсетеді. Алдымен сәлемдесу жас келсе іске. Ақтөбе медициналық колледжі Жас талант. Қазақстан ұлттық арнасы Алматы қаласы. Дайынбыз біз осы ойынға, Жас талант сахнада. Қайырлы кеш, Арман қала, Алматы! Еркош, неге Алматы, Арман қала? Енді жігіттер өздерің ойлап қараңдар. Мысалға, өмір бітіретін түлектер, бұйыртса бітіргеннен кейін Алматыға түсем деп армандап келеді. 11-ді бітіріп болғаннан кейін туған елге не жетсін деп өз қалаларына сүй салады. Негізі Алматы қаласында бағы мен бабы қатар шапқандар ғана оқиды. Сол сияқты жартылай финал ойындарында да бір команданың бағы шау ойнап жатыр, бір команда бабы шау ойнап жатыр. Ескені ескеретін, жаңаны жаңартатын команда Жас талант. Біз бастаймыз.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op. Ay qara nurga oynatlar, qo'y deside qo'ymanglar, qo'sh yurakning shaxtini dal o'zay to'ylanglar. Oppan Gangnam Style. Достар, балабақша жігіт сұлтаны байқауы өз тақпаған айтып атқан бала. Менің атым Бакалек. Мен жігіттің сұлтаны. Руым менің алаша. Жүрек. Ұмытып қалдым. Оның аты Бакалек. Таныстырсам өзімді, мен оның әкесі кеше ғана жатты еді, ұмытып қалған ештеңе. Достар, көреміз өтірікті айта алмайтын Аяз ата. Аяз ата, Аяз ата, Аяз ата, Аяз ата. Амансыңдар ма, балаларым? Мен сонау физика кабинетінен сендерге жаяу келе жатырмын. Шаршап қалдым. Сендер мұғалімдерің жаттатқан тақпақты айтып беріңдер, мен сендерге ата-аналарын ақша жинап сатып алған сыйлықты табыс етейін. Кім айтады? Аяз ата келіп тұр, сыйлықтарын беріп тұр, сыйлықтарын қайтайын таттан айтқым келіп тұр. Жарайсың балам, жарайсың. Атың кім? Бакалек. Бакалек деген сыйлық қай жағында? Бакалек деген жазуы бар сыйлық. Тағы да кім айтады? Айта қой. Үйтім үріп тұр, бір нәрсені сезіп тұр, есік ашып қарасам, Аяз ата келіп тұр. Жарайсың балам, жарайсың. Атың кім? Талғат. Талғат. Жарайсың. Талғат деген сыйлық, Талғат деген сыйлық. Міне саған. Аяз ата менікіне кішкентай сыйлық, Бакалектікі үлкен ғой. Енді Талғатжан, өзің ойлап қара. Біздер ата-аналар сыйлыққа 3 мыңнан жинадық. Сенің мамаң 500 теңге бердім, дағылмайды. 1, 2, 3 шырша, жан деген кезде шеттегі болады. Тоқты қоса сал, е? Көрініс. Бұл көріністегі оқиғаны мен жігіттерге тілемес едім. Жауыма да тілемес едім. Көріңіздер, өзінің бұрынғы күйеу баласына операция жасап жатырған бұрынғы қайнатасы. Саламатсыздар ма, студенттер? Саламатсыз. Мына науқасты маған ауру кітапшасын алып келіңіздер. Нажмадинов Дәулет. Бүгін мына оңбағанға, мына науқасқа соқыр шегіне операция жасаймыз. Мына науқастың ең алдымен соқыр шегін тауып аламыз. Соқыр шекті мына жерден іздейміз. Қай жерден ағай? Мына жерден, мына жерден іздейміз. Егер де мына жерден таба алмасақ, оны мына жерден іздейміз. Мына жерден іздейміз. Егер де о жерден таба алмайдық, оны мына жерден іздейміз. Мына жерден іздейміз. Мынаған науқасқа ең алдымен біз наркоз береміз. Наркоз деген мынандай болады. Кешірім өтінем, наркоз деген мынандай болады. Наркозды науқасқа береміз. Беріп болғаннан кейін бізге тілім жасау керек. Тілім жасау үшін бізге ең алдымен скальпель керек. Скальпель деген мынандай болады. Оу, ағай, сіз соғым соян дейсіз ба? Скальпель деген мұндай болмай ма? Кешірім өтінем, скальпель бағана айтып кеткендей, тілімді ең алдымен мына жерден жасаймыз. Өйткені мына жерден соқыршек табылды. Ағай, кешіріңіз, бірақ бұл жер деген соқыршек емес, бұл жер деген жүрек емес па? Жоқ, студенттер, қателеспеңдер. Бұл оңбағанда жүрек жоқ жүрек бұда. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, ешкімнен несие алмаған, ешкімде қарызы жоқ команда Жас Талант. Алматыда премьер-лига, бұл Жас Талант. Жас Талант командасы Ақтөбе медициналық колледжінің директоры Сымбатов Темірхан Қарақойшұлына алғыстарын айтады. Қымбатты достар, келесі команда байланыс жігіттері Алматы. Құрметті жайдарман сүйер қауым,
тойға шықпайтын жалғыз командадан жалынды сәлем. Өмірде бізге қарап, яғни әскери адамға қарап, күлсеңіздер қиын болады. Ал бізге қарап күлудің бірден бір мүмкіншілігі ол жайдарман. Ал біздің қазір ойнайтын әзілдерге күлмесеңіздер, қиын болады. Нағыз әскер... Сендер квенші емессіңдер ма? Иә? Мен сендерді көрем ғой, күніге теледидерден көрем ғой. Жанұямыз, әке-шешеміз бәрін жауып көрем. Қолдарын алып қойшы. Қолдарын алып қойшы. Қолдарын алып қойшы. Базар жоқ, базар жақсы сөйлейсіздер. Айтпашы, қандай командасыңдар? 1, 2, 3. Байланыс жігіттері. Осы байланыс жігіттері. Мен сен көп көрем ғой, білесің ба теледидерден? Бойың ұзын сияқты теледидерден көрген кезде. Bir суретке түсірсеңіз, фотоаппарат кімде бар? Жоқ па? Фотоаппарат кімде бар? Жоқ. Фотоаппарат жоқ па? Жоқ. Мүлдем жоқ па фотоаппарат? Бар, бірақ жоқ. Жоқ. Қалай, ана кісі жоқ па, ана жерде тұрғандық сіздеп? Ол президент қой. Қой, президент. Ана кісінің өзі ма? Сүр. Ананың өзі. Фотоаппарат жоқ қойсын ешкімде? Фотоаппарат жоқ па? Бізге сен кедергі жасап жатсың жартылай финалға. Не ғой, мен сұрайын деген әскери адамдарсыңдар ғой? Сатылатын герзі беті жоқ па? Жоқ. Енді тағы сәттілік жіктер. Рахмет. Сен кешіп қалдың бауырым. Дабыл. Әскери адамға 30 секунд берілген, ол деген 20 секунд секілді. Bir қатарға сапқа тұр. Сап зел. Bir қатарға зел. Реттел, жинақтал. Зел. Тек тұр, еркін тұр. Тұғар. Дабыл. Бұндай да бар. Не дейді ғой, жұрттар... Жұрттар 12-де біреулеріміз телефонмен, біреуміз агентпен туғанымызды құттықтаймыз. Біреуміз сол туған күнді ресторанда, біреуміз кафеде жасаймыз. Ал әскерде туған күн мүлдем басқаша өтеді. Бүгін Біржанның туған күні. Біржан! Бүгін сенің туған күнің. Құтты болсын. Рахмет. Анау, сенің орның жайғаса бер. Ал енді досы Духтардың туған күнінде тізім бойынша тексерсек. Иманғалиев, Калякбаров, Бодыков, Жанзақ, Есілбаев. Ал енді мен деген Духтар жиналып қалыппыз. Туған күнімізді жалғастырайық. Аққу көлдің иесі, казармының түйесі, орындықта отырған Біржан туған күннің иесі. Ақ сиырдың кезегі, айтар сөздің өзегі, сөз төлейдің кезегі, Еркебұландай, айтамыз. Ой, рахмет. Біржан, туған күнің құтты болсын. Інісі бардың тынысы бар, ағасы бардың жағасы бар дегендей. Мынау менің Ақматадай саған осы біздің курсанттардан бүкіл курстан жинап алып келген сыйлығымыз осы Ақмата. Жолың ақ болсын. Шу болма. Келесі сөз кезегін өзіме бермесем, маған ешкім бермейтін түрі бар. Мұхан, емессің, Біржансың. Біржан, саған мына ұялы телефонды берейін десем, әскерде ұстауға болмайды. Өмірімізге қажет нәрсе. Әскерде Ақматаңа сай осындай өмірің ұзын болсын. Ақ жіп саған. Алдында, туған күнде отырған кезде. Тұр. Тек тұр. Отыра бер деймін. Командир мырза, ол біздікі емес.
Бұл жерде не болып жатыр өзі? Туған күн ғой. Кімнің туған күні? Біржанның туған күні. Онда болса Біржан саған офицердің атынан үлкен сыйлық ортаға. Ине. Ал енді бір естелікке бір нәрсе істемедік па? Суретке түспедік па? Сүйік. Ей, Біржан, бүгін сен туған күнің ғой? Сен түсіресің ғой? Бар. Егер әскери адамдар сіздермен бірге ойнап күліп әзілдеп жатса, онда елімізде тыныштық, береке деген мағына білдіреді. Байланыс күштері. Күліп бізге қара, әзіл шықты жаңа. Күлдіреді тек сіздерді жайдарманда ғана. Ойын болды қалай, уақыт бітті санай. Кездесерміз біз әлі де осы жерде талай. Красавчики. Рахмет, байланыс жігіттер командасы Гранит жауапкершілігі шектеулі серіктесінің директоры Адамов Талғат мырзаға алғыстарын айтады. Сәлемдесу және көрініс ортада Павлодар облысы Екібастұз қаласының құрамасы біз қазақпыз. Опа, Қазақстан. Қазақстан. Алматыда арман алатаудай алып, Екібастан ұшты қанаттарын қағып, күн бойында көңілдің оттай шоғы жанып, финалға ширек жеттік шашы топты жарып. Біз қазақпыз қазан қара алтын үлкенім, біз ғажаппыз алға жетелеген сенім. Біз қазақпыз жомарт көңіліне керім, күннен күнге жайнап жасай берсін елім. Жайдарман, жайдары көңілдер жайдарман, жайдары көңілдер жайдарман. Әзілдер төгілге жас келсе, еске көшіңізге сеніммен. Опа, примерка. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Ассаламағалейкум, Алматы. Кәрім Мәсімов орнын ауыстырғаннан кейін немішқа солақ қылды екен деп отырған кейбір алматылықтар қалайсыңдар? Шанайы сарбалан, бүкіл әлемде бір ғана, көңілде де әдемі, күлдіртеді бәрін. Кешіресіздер, тіл полициясы ғой. Қалайсыңдар? Жақсы. Натуральный блондин, на всю страну такой один и молодой. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. О, Молтаву. Айналайын, бұларға жақсы болды өзі. Жоғарда ағаларымыз орын ауыстырып жатса, бұлар да ауыстыра салады. Атың кім? Владислав. Сүндетке отырдың ба? Иә, 9 рет. Неге 9 рет? Өткені жігіт деген 8 қырлы бір сырлы болу керек. Жоқ жарайды, солай болсын. Бірақ Максим, сен неге ананың орнына сөйлеп отырсың? Жоқ, қуаныш, түсінбей тұрсың ау деймін. Бұл спортсмен, штанга көтереді бұл. Ұқсамай тұр ғой. Владислав. Алматы премьер-лига жартылай финал. Ендеше жігіттер, Қазақстанның дзюдошылары секілді турист боп қайтпайық. Кеттік! Аңға
ашыққан адамдар. Қой жерге. Балам, тез келіп кел тез. Тез. Қой. О, папа, аңызда болдыңыз ба? Қуырдақ жейтін болдық қой. Қайда қуырдақ ергөш ішіп алды, құсат қазір, қой жерге. Туберкулез ауруына шалдыққан тасбақа. Дәрігер қайда, дәрігер? Дәрігер! Құрметті достар, біз қай облыстан келгенімізді айтпай қойық. Өткені тіл полициясы жұмыс істеп жатыр. Біз өз ұпайларымыздан айырғымыз келмейді. Біз қазақпыз, ассалаумағалейкум. Арманға жетуге асықпа, сен асықпа, елімнің ертеңі жетелейтін бақытқа. Шақталы шаһардың өз жастары біз еттік, көңілді бөлейтін әзілімен шат отқа. Аман бол алматы, алмалы арманым, күндерің күмістей, түндерің бақыт па. Тілейміз баршаңызға біз толағай сәттілік, жайдарман толтырсын тек жаныңды шаттыққа. Рахмет. Екібастұз жас қала өзің. Біз қазақпыз командасы Екібастұз қаласы ішкі саясат бөліміне, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Екібастұз қаласы филиалына алғыс білдіреді. Ортада Халықаралық қазақ-түрік университеті, ХХТУ тарифы, Түркістан. Құрмет көрермендер, залда Түркістан қаласында бір рет болса да болып көрген адам бар ма? Бар болса қолдарыңызды көтеріңіздерші. Тек қана көтереміз. Әділ қазылар болдыңыздар, көтереміз. Ал енді Түркістан қаласы маған мүлдем ұнамады деген адам, аяқтарыңызды көтеріңіздерші. Міне көрдіңіздер ме, Түркістанды ұнатпау мүмкін емес. Біз бастаймыз. Let's go. Ей, сен емес, ән. Сіздің ән емес, біздің ән. Жібер. Қиын екен бұл ойын, жартылай финалдамыз. Алғашқы рет жайдарманның бұл тойын қалайша жеңе аламыз. Финалға деп Түркістан жігіттері финалдан үміттеді, шаршасақ та демсіз, финал сенсіз. Я, құрметті көрермендер, расымен де бүгінгі ойын біз үшін өте маңызды ойын. Расымен де бүгінгі ойын біз үшін өте қиын ойын. Бүгінгі ойын біз үшін өмір мен осы екеуінің арасындағы ойын. Менің ойымша бүгінгі ойынға жалпы айтқанда бірінші курстың қыздары өте көп жиналған сияқты. Бірінші курс дегеннен шығады, бірінші курстың ең әдемі, ең сұлу қызына барып, мен саған ғашықпын, сен маған ұнадың, мен сені сүйемін деп сөз берсең, кез келген бірінші курстың қыздарының жауабы мынадай. Қандай? Мен оқимын, мен жігітпен жүрмеймін, мен. Мен 4-ші курсқа дейін ешқандай жігітпен жүрмеймін, мен. Мен ата-анамның үмітін ақтаймын дейді. Бірінші курс дегеннен шығады. Біздің командада бірінші курс жаңа студент келіп отыр. Таныс қойыңыздар, Талғат. Талғат студент. Талғат бос уақытында уран өндіріп, технологиялық процесстерді автоматтандырумен айналысқанды жақсы көреді. Талғаттың сүйікті әншісі Элтон Джон. Я, Элтон Джон. Сіздің де сүйікті әншіңіз Элтон Джон ба? Қасыңыздағы досыңыз дейме, абайлаңыздар. Талғат, түсінбеймін. Бойың ұзын, керемет кербес келген әдемі жігітсің. Айдаладағы Элтон Джонның әнін тыңдағанша, өзің сияқты нар тұлғалы сымбатты жігіттің өлеңін тыңдамайсың ба? Бека, Серік Сәбиптер өлең айтпаса қайтем? Құрмет көрермендер, достар, жалпы тақырып дұрыс қойылған. Жас келсе іске дейді. Олай болса нағыз іске көшейік. Қымбатты достар, алғашқы әзіл
17 ғасыр қазақ хандығы, қазақи жарнама. Өмір бұл подиум. Жүреміз шаршамай. Жаңбырда өтпес, суға да батпас. Сауыт бар соғыста, жұмысы жатпас. Армен жалғастырайық. Лондон Олимпиадасы ауыр атлетикадан сайыс, дәл сол сайыстың операторлық бөлмесінде болған жағдай. Қалайсыңдар жігіттер? Жігіттер, мынау дискет 3-ші тректі қайтып айналдырып қоя беріңіздер. Не үшін? Қазақстанның әнұраны ғой, бәрібір солар алады. Ал енді кезекті көрініске берейік. Бәріміз білеміз, оңтүстікте, яғни Шымкентте бір жігіт үйленетін болса, ол отбасыға түсетін келін маңызды емес, тойға кететін қаражат маңызды. Сонымен оңтүстіктік бір жанұяда болған жағдай. Әке. Ал балдарым, Құдай қаласа биыл күзден қалдырмай барлығыңды үйлендірем. Барлығыңды үйлендіріп, барлығың тойыңды бір күнде істеп берем. Әке, бесеуіміздің тойымызды бір-ақ күнде ма? Иә, бесеуіңнің тойыңды сосын мама екеуміздің 60 жылдығымызды қосып жібереміз. Балдарым, уайымдамаңдар. Тойға кететін қаражат мәселесінің барлығы дайын. Тойхана дайын, бір салым жылқы дайын, кит-мит матасада дайын. Ал енді балдарым, келін қайдан? Әке, бір мәселе болып тұр. Менің жүріп жүрген қызым оңтүстікке тұрмысқа шықпайым дейді, оңтүстікке келін болмайым дейді. Сендердікі қайдан, балдарым? Алматы. Батыстан. Арқалықтан. Көкшетау. Ақтөбе. Әке, неге мына басқа облыстың қыздары мына біздің оңтүстікке тұрмысқа шықпайды? Неге бізге тұрмысқа шығуға келісім бермейді? Айтыңызшы, неге? Балам, басқалар оңтүстікті дұрыс түсінбейді. Оңтүстік туралы басқаша ойлайды. Біздерді жақтырмайтын жандар көп арамызда, олардың мұндай сөзіне қарап біз қаламыз ба? Қазақ елін байытқан, оран мен мақта өндірген оңтүстіктің мұндай халқына ризамын шын жүректен. Менің қызым Алматыныкі. Ол айтады, оңтүстікке тұрмысқа шықпайын дейді. Оңтүстікке тұрмысқа шықсам, басыма орамал таққызып қояды дейді. Айналайын ау, орамал таққанда тұрған не бар? Орамал тақсаң, шашыңды жуам деп шампунға ақша құртпайсың. Орамал тақсаң, шашыңды боятам деп бояуға ақша құртпайсың. Жаным ау, орамал деген жатқан экономия ғой. Бәрі айтады екен, оңтүстіктің қыздарының қалың малы қымбат деп. Тоқтан! Шымкенттің қыздарының бәрі қымбат. Сапалы нәрсе оған кейін қымбат болады да. Оңтүстікте күйеулері әйелден тұрады дейді. Күйеулері әйелден тұрады дейді. Енді тесте қарап тұрасың ба? Жалпы бәрі айтады, оңтүстікте қыз ап қашып кетеді дейді. Қыз ап қашып кеткенде тұрған не бар? Қызды ап қашсаң, қыздың үйіндегілер қыз ұзату тойын жасайын деп ақша құртпайды. Қыз ап қашсаң, баланың үйіндегілер қыздың үйіне құда түсем деп, алтын зырға тағам деп ақшаны құртпайды. Жаным ау, ап қашу деген жатқан экономия ғой. Қорытындылай келе айтарымыз, құрметті алматылық көрермендер, қазір сіздер біздерге қатты шапалақ ұруларыңыз қажет. Өйткені біз оңтүстік елінен келіп отырмыз, ал сіздер оңтүстік астаналықсыздар. Бірақ біз мұндай әңгімелерден шегінбейміз, дәстүрін мықты сақтағанбыз, тату бейбіт елміз, туған жер алтын бесік ананың сүтімен, тек қазақта елді біз сүйеміз. Қағыту тарифі командасы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің президенті Леспек Тәшімұлы Тәшіп мырзаға алғыстарын айтады. Және соңғы команда, яғни
А тобының соңғы командасы Elite.kz, Қазақ ұлттық университеті, Алматы. Таңданамын тамашасын бардыңа, бармамалым жүрегім сырғатыңа. Осынамын қолымды қиялымда, қасыламын көргенде тіл қатуға. Шын сүйемде өзгеден шын қызғанам, дүниеде саған тең жұлдыз бар ма? Жоғалып көрдім мен тағы бүгін, өте бардың жанымнан үнсіз. Қайрат Нұртастың өлеңі мұртым бұзбай айтып бердіңдер ғой сендер қазір. Мұртың бұзбай. Мұртың бұзбай деген сөз қазақта айтылған сөзді ешбір өзгертусіз жеткізу. Сен маған редактор болмай тұр, мақұл ма? Михон! Тақырып жаз келсе іске, не істейміз? Жазың қаншаға келді? 27-ге. Не тұрыс енді мынау? Мынау 27-нің тұрысы ма жаңағы? Жас өспей ма, көкейің теспей ма дейді. Қазақтың ежелден келе жатқан мақалы. Сенің ана мақалыңды бізден басқасын бәрі біледі. Сен көкірегің тесік емес, өңгір болды ғой қазір. Істесен қаяқта қалдың соны? Істейм ғой енді. Қашан? Бүгін кешке бастаймын. Қалдырма кешкіден. Михон, болашақ жастардың қолында. Енді? Қазақстанда науқан жүріп жатыр. Болашақ бүгіннен басталады. Не істейін енді? Михон, дұрыстап тұр. Сүтчіш тұр. Басқалар бүгін бастай берсін, біз ертең бастайық. Таң ертең, ерте, алтыда бастайық. Сен де бізбен бірге бастай бер. Михон, тағы бір мәселе Қазақстанның футболы. Онда командаға қыз алайық. Мынауың өзекті мәселе. Ол кімді аламыз? Сәуле алайық, Сәуле. Қай Сәуле? Ол Сәуле әдемі ғой Сәуле. Әдемі не сен сұлу. Анау қысылып жаным. Талғат Жорабаев. Талғат Жорабаев сындырамай ғой оны. Талғат Жорабаев не, оны Талғат түгіл, мен сындырамағым оны. Талғатын кіммен қасында? Әнші. Ол бұрын КВН ойнаған. Сол КВН қатырмағаннан кейін қазір әнші болып жүрген. Сен тағы осылай шыққасың ба? Ана жол күлдірді ғой, тағы да бір күлдіріп жіберейін деген едің. Ой, Пірмай, Ана командада міне әдемі киім киіп жігіттер өсіп жатыр. Сен қашан өсесің? Ой, Мәке, еш нәрсе қылмайды. Мәскеу бір күнде құрылып кеткен жоқ қой. Өсеміз де көреміз. Мәскеу қанша уақытта құрылды? 5 жылда құрылды. Мәскеу 5 жылда. Сен бүйтіп жүргенге 10 жыл болды ғой. 2 Мәскеу құрылатын уақыт болды қазір. Мәке, баяғыда бір ақын ағамыз айтқан екен. Ештен кеш жақсы деп, кеш болса да өсерім ештен қылмайды. Сол ақын тура сол мақалды осы жерге арнап шығарған екен да. Бір қымыз ішіп отырып шығара салды да. Шабыты кеп айта салды да. Шабыты кеп айта салды да. Болмаса өзі кешік деген шығар. Сол артын жабайын деп айта саған. Мәке, сахнаға шықтық бір, жақсылап ән айтайық бір. Сен ән айтады, мен туған күнде жүрсің ба не? Жоқ енді. Мүмкін билейміз. Сен билейді, мен туған күнде жүрсің ба? Болмаса бір шоу көрсетейік. Жоқ, шоу жасайды, мен туған күнде жүрсің ба? Бір әдеби әзілдерден ойнайық. Сен әдеби әзіл ойнайды, мен туған күнде жүрсің ба? Ой, Пірмай, Мәке, туған күнде неше түрлі қызықтар болады екен ғой, Одан да бір классика ойнайық. Классика дегеніміз үлгілі, кемелденген, жоғары сапа дегенді білдіреді. Ұстаманан. Мен бір классик досым бар. Әңгімені өлтіреді ол. Қош. Бір әңгімесін айт, одан да звондай салайын да, Звонда. Ананы тыңдасаң өлтіреді енді ол. Қызық па? Қызық ойбай. Қызық па, Мәке? Ойбай. Әңгімені өлтіреді анау. Қош. Алло деп алғаннан бастап күле бересің. Қатты қызық па деген? Жаман қызық анау. Күлдіре ма? Күлдіреді. Қазір? Қызық па, Мәке? Ойбай. Кәдімгідей. Көтермеді ғой. Бір 4 күдіктен көтереді өзі. Мен алғанда өлтіретін еді енді. Алғанда өлтіретін еді. Сен былай қарай өт. Сен төртеуің жақсылап дайындалыңдар. Мен не істейін? Сен біздің финалға шығуымызға кедергі жасамай жүр.
Мен одан да бір әдемілеп тұрып, бір әзіл айтып, үлес қосайын да. Ал, айт. Сонымен, Тарзан, ішіп пысып жүрген Тарзан. Жұқысындан да сынды. Сен командаға қатты үлес қостың кеп баратса, сахнаның артына бар да, біздің тілеуіміз тілеп жүрсейсің. Ал, сендер былай жүріңдер, сен ниетің қабыл болсын. Құрметті көрермендер, қолымда тұрған құтының ішіндегі ерекше сақталған Шатенев Дюпапе қызыл шарабы 1856 жылы Францияның Бардо қаласында жасалынған болатын. Сен анауыңды ішетіндерден басқа ешкім тыңдап отқан жоқ. Ары қарай жалғастыр. Келесі миниатюра. Миниатюра дегеніміз көлемі шағын, мазмұны зор, көркем шығарма. Тамашалаймыз 80 жастағы өмірден өтіп баратқан атамыздың немерелеріне мұра таратуы. Ата. Ай, ана кәлиткін жаптыңдар ма? Жаптыңдар ма? Жауыпты ма? Әй, жауып жүріңдер. Ана сиыр кірсе, жүзімді жейді. Әй, соны ертең мен жемей, мына сендер жейсіңдер соны. Болмаса ана сиыр жейді. Әй, жапқан жоқсыңдар ау. Жаптық. Әй, көріп қайтайшы. Әй, көңілім тыншымай тұр. Сен көріп қайтшы. Жарайды ата, көріп қайтайын. Көріп қайтарда бір табақ жүзім жуып алып кел. Саған не керек, айдал? Ата, маған еш нәрсе керек емес. Қораңыздағы ақ күрең жылқыңызды берсең болды маған. Саған? Маған соның жандағы 10 қойды берсең жидет. Саған ше? Маған Астанадан бір 3 бөлмелі үй, астыма 2 көлік болса. Сен жаңағы жылқыңды ал, сен жаңағы қойыңды ал. Ата, маған ше? Сонымен қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің бағдарламамыз айтқанның аузы жаман, жылағанның көз жаман бағдарламасы. Сонымен бізде қонақта Ұлы Отан соғысындағы неміс ардагері. Студиямызға қош келдіңіз аға. Мынау енді жеңілістеріңіздің қойш. Жеңілгенмен не деп құттықтайды? Сұрағын қой. Ал енді ағана бірінші сұрағымыз мынау жалпы жеңіліске қалай қол жеткіздіңіздер? Оған әдейі жеңілік деп жеңілген жоқпыз. Мен соңғы жағына қарай жігіттер шаршап қалды. Айт, шыдаңдар дедім. Соңына қарай біраз ішіп кетті, қуып кетті. Мынау енді өкінбедіңіздер ма жеңілгендеріңізбен? Өкінбедіңіздер ма? Оны өкінетін ештеңесі жоқ. Біз қатысардың алдын жігіттер ақылдасып айтқанбыз. Главный не победа, а участие деп. Дұрыс қой, басты жеңіс емес, ең бастысы қатысу, Дұрыс. Келесі сұрағымыз, бізде 9 мамыр күні халық болып тойлатамыз. Сіздер не істейсіздер? Біз үйде отырамыз. Көшеге шықсаң, жастар таспен басын жарады. Болмаса бір хата жалдап отырамыз да өзіміз тыныш. Хата демекші, сіздерге пәтер берді ма, ардагер ретінде? Сен жеңгендерің пәтерді әрең алады. Жеңілгенге не деп береді? Ал аға мынау, жеңілгендеріңіздің 65 жылды құтты болсын деп пәтер бере ма саған? Негізі аға, соғыста қаншама фашист қырылып кетті. Қырылып кетті. Сіз қалай аман қалып қалдыңыз? Енді сен окопта тыныш жатсаң, саған ешкім тиіспейді ғой? Окопта жаттыңыз, командирлеріңіз сөйлемейтін бе еді? Енді кел атқан кезде өтірік мылтық тастай саламыз. Анау оңғысын тазалай береміз өтіріктен. Соңғы жылдары мылтықтың оңғысы жып-жылтыр болды ғой. Қалай жаңа үй алдық, дәл солай өткіздік қой. Ырза болды ғой. Енді уақытымызда таяп қалған екен аға. Сонымен сіздермен бірге болған Ұлы Отан соғысындағы неміс ардагері. Жеңілістеріңіздің тағы да құттықтай берген емес мынау. Мынау таныс өлең ғой. Таныс өлең бұл. Бұл деген қырғыздың өлеңі. Қазақтың жұлдыздары айтып жүр қазір, хит болып жүр қырғыздың өлеңі. Тағы қандай бар мына? Тағы жіберші біреуін. Мынау да таныс. Келесін.
Келесі жіберіңіз. Мынау таныс емес мынау. Мынау таныс емес. Таныс емес мынау. Кім бар көтеріле алмай жүрген? Талғат Жорабаев. Талғат Жорабаев, мынаны ешкім аудармайды, тезірек алып ал мына біреу. Жұлдыз боласың. Жұлдыз боласың. Жұлдыз боласың. Сен былай өт. Төртеуің жақсылап бітіріңдер. Мағыма, жақсылап бітіріңдер. Мен істейін. Сен жаңағың жалғастыр. Ойынымыздың соңын Олимпиада чемпионы Майя Манезаның сөзімен аяқтағымыз келеді. Алматы, я вас скучала. Осымен А тобының командалар өнер көрсетіп болды. Келесі сайысымыз жамбату деп аталады. Командалар ортаға шыға беріңіздер. Сонымен ұпай сандары. Жас талант Ақтөбе, жоғары балл Жетіпбай. 6, 5, 5, 5, 6. Байланыс жігіттері Алматы. 5, 6, 6, 6, 6. Біз қазақпыз, екі бас тұз. 6, 6, 5, 5, 6. Қықыту тарифы Түркістан. 6, 6, 5, 5, 6. Және элит.kz Алматы. 7, 7, 7 және 7. Түркістан. Ұлттық арнаның басшылығынан кешірім сұраймын. Бірақ шындықты айту керек. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қыздардың 80% жігітпен сүйіскенде жігіттің астыңғы ерінен тістейді екен. Ал дәл қазір залда отырған 100% қыздар ойланып отыр, тістедім ба, тістемедім ба деп. Екібастұз. Қазақстан футбол құрамасының бас демеушісі Эйр Астана. Эйр Астана, біз әрқашан бірге ұшамыз. Элит.kz. Түйеден жығылсаң, түйе шудасын төсейді. Жылқыдан жығылсаң, жылқы жалын төсейді. Есектен жығылсаң, тұяғын төсейді. Ешкіден жығылсаң, ешкі мүйізін төсейді. Енді шілі ешкіге мінбейтін шығармыз. Ақтөбе, жас талант. 4 оқитын інісінен 8 оқитын ағасы қорқады. 8 оқитын ағасынан 11 оқитын ағасы. 8 оқитын інісінен 11 оқитын ағасы қорқады. Ал 11 оқитын ағасы 4 оқитын інісінен қорқады. Ал енді сұрақ, кім темекші кет? Байланыс жігіттері. Илья Ильин неке сарайынан некесі қиыла салы әйелін көтеріп алып 3 секундтан кейін тастай салыпты. Қай командамен қош айтсаңыз? Түркістан. Рахмет, екінші айналым. Екібастұз. Қояндар бір-бірінің көзіне шөп салғанда, оларды ұстап алу өте қиын. Элит.kz. Қарға баласын аппағым дейді. Кірпі баласын жұмсағым дейді. Оны кім естіп жүр десе. Ақтөбе, жас талант. Джеки Чан өзінің балдарын ұнатпай қалса, екінші дубльмен қайта жасайды екен. Байланыс жігіттері Алматы. Келесі Олимпиадада Илья Ильин Илья алам, Илья алмайым деп айтып жүр екен. Кіммен қош айтсамыз? Бір ауыздан Ақтөбе. Рахмет. Қырма жаным, қайғырма. Екібастұз. Өрт сөндірушілері ауыздарына келген оттайды. Полиция қызметкерлері қолдарына түскен ұстайды. Ал дәрігерлер қолдарынан келген істейді. Өзін қатты ақылды санайтын көкеміз Алматының ортасынан квартира алып, алған квартирасын квартираға беріп, өзі квартирада жүрген. Байланыс жігіттері. Қойлардың ең соңғы еститін сөзі.
Шарама ширек балып келсеңдерші мынерге. Қош айтсамыз. Екібастұз. Мұңайып нетесің, сен бүгін ұшасың кетесің. Финал. Бұл жолы 2 әзілден 2 Алматы. Ал, Elite.kz. Майкасы бір размерге тар жігіттер өздерін качок сезінеді екен. Екінші. Ауру қалса да әдет қалмайды. 10 жыл пожарныйде болып жұмыс істеген ағамыз үйіне келсе әйел жаққан отты өшіріп тастай береді екен. Байланыс жігіттері. Бір депутат, қазында ұйықтап қалған депутаттың бетіне зумный паста жағып кетті. Екінші. Жұмыссыздықтан кешке дейін үйінде жата беріп шаршаған бір адам кішкене жат демалып алыпты. Бұл жолы жеңімпаз команданың реттік нөмірін көтереміз. Жеңімпаз Elite.kz. Сәлемдесу және көрініс сайысы бойынша ұпай сандары. Жас талант Ақтөбе 5,4. Біз қазақпыз және ХХТУ тарифы Түркістан 5,6. Байланыс жігіттері 5,8. Elite.kz 7 ұпай. Және Жамбату бойынша ұпай сандары. Түркістан 0,6. Жас талант Ақтөбе 0,7. Біз қазақпыз 0,8. Байланыс жігіттері 0,9. Және Elite.kz 1 ұпай. Енді келесі Б тобындағы командаларға кезек береміз. Қазиту құрамасы Орал. Егемен Қазақстан, жаралған намыстан, әзіл сүйір ағайын келеміз алыстан. Сәулелей аспана, Алматы басқала, ыстық қой Орал, батысты Астана. Қазақстанның әдемі қыздарын жинап алған Алматы, қалайсыздар? Қыз демекші, кеше Алматыда аялдамада тұрсам бірінші курстың қыздау дейм шамасы. Маған келіп бей дейді, не дейді? Бей дейді, не дейді? Бей. Ирина, қыз Ирина, қазақшалап билейма. Аваля. Нормально? Ол ештемес. Көшеде келе атсам, бір қыз маған келіп сүй дейді. Не дейді? Сүй дейді. Бей дей ма? Жоқ, сүй дейді. Сүйем десем мен сені жаныңа ұрып демейма. Қыздар жайлы айтып болдық па? Енді балдар жайлы айтайық. Біле білсеңіздер, балдардың бірнеше түрі бар екен. Бірінші бал. Күзгі бал, 11 бітіргендегі бал, жюрилардың бал. Басқа бал. Ендеше ұлттық бірыңғай тестіне тапсыра алмай, ауылдағы бүкіл маған сатып, енді грантқа оқып жатқан студенттер, қайырлы кеш! Көрініс, ашық сабақ, комиссия келіп отыр. Балдар дайын емес, мұғалімнің амалы. Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыз ба? Балалар атта комиссия отыр, ат салыспай қарама, ат салысып кішкене сабаққа қатысып отыр, ема? Балалар, бүгінгі тақырыбымыз қалай? Қазақстан Республикасы. Ай, жарайсын балалар. Қазақстан Республикасы күннен күнге өркендеп жатыр. Жарайсын Армат. Қазақстан Республикасының демократия күннен күнге өркендеп жатыр. Жоқ, ба. Тұр, дұрыс айтасың, Айбар. Айтпашы, жайдарман жүргізушігім есен 52. Барыңа да екі. Орал қаласының бір ауылынан шыққан ағамыз қалалық сұлулық салонында. Шаштарасын ба? Я, стипца өзінікін. Давай, стипца. Жоқ, аға, мұна телпеңі шешенші. Шешпе, шашым жоқ қойдың ғой. Үстен айда бер. Жоқ, аға, қалай қайын? Скотчпен қиын. Скотчпен жұлық қиын. Жоқ, аға, не, машинкамен қайын ба? Мотоциклмен қиын, бұл жері жая өтсін ба? Жоқ, аға, қалай? Единичка, двойка, қалай? 81 мен барахолкадан түсіріп кеді. Жоқ, аға, шешінші мұнан. Аға, шашыңыз күшті ғой кәдімгідей. Қайдан алдыңыз? Туғанда береді ғой.
Туғанда мынандай қылып береді, ары қарай өсіріп аласың. Туғанда беремін. Күшті. Аға, айтыңыз ал, қалай қайын? Бүйт. Мына ерін тықырлап алса. Мына ерін тықырлап алса. Аға, мына жер шырам тұр ғой. Тиген жоқсын ба? Алып тастадым. Қой орнына. Ақа, қоямын. Үстін тықырлап алса. Алып тастадым. Енді? Екке бөлде өріп қой. Аға, қалай өрем? Алып тастадым ғой бәрін. Ойнап айтам, бір қылды өріп қойшы. Жоқ, аға, алып тастадым деймін. Болды, ештеңе жоқ шашыңызды. Дым істей алмайсың мен. Әкел шаштарыңа да кеттім мен. Алматы мәдениет өнер ордасы болғандықтан біз өнер туралы әзіл айтпасқа. Ендеше достар, көреміз Алматының бір театрында болған жағдай. Мен едім. Мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ередім. Исатайдың барында. Исатайдың! Адам шошып! Апа, өнерге гүл берейін деп, адам шошып! Бұныңыз не гүлді ұрғышынан шықтыңыз ба? Мен не шошусы шықтым ба не адам? Кет ананың басы! Жайдарман ойындары әрдайым достыққа үндейді. Дос болайық. Жастардың қолында бірінші ол достық, ұмытпа оны да бір емес жетуіне әр бала бойында бас қосты достар жайдарман тойында оралмай туған жерім киен өлке. Жас өркен Қазиту құрамасы Қазақстан инновациялар және телекоммуникациялық университетінің ректоры Әйтімов Ақсерік Сарыұлына алғыстарын білдіреді. Жас келсеске ортада Жамбыл облысы Шу ауданының құрамасы Шучу. Сәлем Алматы, сәлем достар. Қазір Шучу жігіттері сахнада ән салады. Қарсы алайық. Бәрекелді. Не деген ән десейші? Күшті айттық па? Сөзін айтса, сөзін. Әр сөзін мағыналы ғой, әріптеріне дейін. Сен төртеуіңнен ән шықпайды ау. Қалай төртеу, біз үшеуміз ғой. Қайдан ау? Ән. Ойбай. Көңілді болмын ау. Ойбай. Жаным, көңілдісің ғой сен? Естіген жоқсыңдар ма не? Не болды? Құрамаға қыз келді ғой. Қыз келсе не болады екен? Бүгінгі ойынның тақырыбын білесіңдер ме өздерің? Жас келсе іске? Міне көрдің ба, ойынның тақырыбы айтып тұр ғой, жас келсе іске деп. Қыз қайда, қыз, қыз. Қыз анда. Ойбай, жасына қарамай, қыз қайда да қой, шегірткенің айғыры. Шегірткенің айғырында жоқ. Сен жаяу кетіп едің, хамер мініп келдің ғой. Ануар аға, мен жасым келмеген сияқты ғой. Жасың келмеген енді түсіндің ба сен? Бастай бет. Енді кел. Ендеше біз бастаймыз. Қазақстан ұлттық телеарнасы жарнама. Жүрмейді ау. Жүрсе көліп, жүрмесе өліп. Сен ашуланба. Сен аш болсаң өзіңе құсамайсың. Мә, сникерші. Жақсардың ба? Иә, жақсардың. Ал енді сен маған қу жетіп ал. Ауылымның
қаласы бір мектепте болып жатқан сенбілік. Жігіттер жинаңдар, тез Ағай келсе ұрсады, ағай келсе ұрсады. Шөпті шамдар, шөпті, давай, тез. Шөпті, ана шөпті. Ағай келеді. Жақсылап жинаңдар. Аха. Ана шөпті ана жерге үйіп қойыңдар. Аха, жарайды. Ертең шашылып жатса біздің мектептің атына кір келеді. Жарайды, ағай. Жақсылап жинаңдар. Ағай, мына шөпті не істейік, өртей салайық па? Өртемеңдер, ей! Ауылымның түтін ай қымбат маған. Жау жүрек кинофильміне түспей қалған өзінді. Есенсіз ба? Есен ән тұр ғой. Амансыз ба? Аманбыз, айналай. Қайда бардыңдар? Жоңғарларды шуға дейін қуып бардық. Қоржындарың толды ма? Толды ғой, толды. Неге толды қоржындарың? Білесіз ғой неге толған? Тайт! Ертең ұсталып қалсаңдар зардабын шегетін кім? Қожа. Майханов абайдың сөмкесіне бақа салған кім? Қожа. Мектептен кешігетін кім? Қожа. Ата, 1000 баланы айтып отыр еді. Тайт! Барлығын бастап жүрген таймас сенсің. Қорлан көрінбейді ғой, Қорлан қайда? Қорлан қағанатта тамақ ішіп жатқан. Шақыр жүгір. Ай, арысым ай, Қорланнан күткенім осы еді. Қардың тойды ма қызым? Тойды ата. Батырлар жиналдыңдар ма? Белбасардан біреу, Төле биден біреу, Балуан Шолақтан біреу, Бірлік үстемнен біреу. Көктөбеден бір қыз. О, ата, біз 6-аумыз. Жоқ, біз 1000-быз. Неге? Бәрібір шуда 1000 болып көрінеміз біз. Шучу командасы Шу қаласының өнерлі азаматтарына алғыстарын білдіреді. Қазақ ұлттық университеті механика және математика факультеті Интел, Алматы. Әйгерім, әлі емес. Әйгерім, әлі емес дейм. Алдарыңызда 2012 жылдың бір орында тұрудан әлем чемпионатының жүлдегерлері, алтын дауыс арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен байқауының жүлдегерлері, ішің күйсе тұз жала, ішің пысса домала фестивалінің номинанттары, Intel КВН командасы. Әйгерім? Міне енді дұрыс. Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерге бақыт сыйласақ па деп келдік. Және де сіздерге арнап дік ете қалатын әзілдер ап келдік. Ондай болса танысып өтейік. Дархан, командадағы ең сұлу жігіт. Өйткені Дарханның әкесі біздің команданың демеушісі. Әйгерім, командадағы ең сұлу қыз. Өйткені Әйгерім Дарханның қызы. Ал Дарханның әкесі біздің команданың демеушісі. Ислам, командадағы ең ақылды жігіт. Өйткені Ислам Әйгерімнің ағасы. Ал Әйгерім Дарханның қызы. Ал Дарханның әкесі біздің команданың демеушісі. Рахаттанып демалып отырыңыздар, ағайындар. Әйгерім, бетің дәу.
Бос сөз айта бермеші. Дархан, Ау, бетің дәу. ондай аз айтқанша, мынандай әзіл көрсетейік. Алдарыңызда болған көрініс сессия кезіндегі студенттер. Ал келесі көретін көріністеріңіз Төлеген мен Қыз Жібектің автобуста болған жағдайы. Келесі аялдама Абай даңғылы. Төлеген, Кім Төлеген? сіз дұрыс түсінбедіңіз. Бұл Төлеген. Маған әлі ешкім төлеген жоқ. Сіз дұрыс түсінген жоқсыз. Бұл жігіттің есімі Төлеген. Есімі төлеген болса қайтейін, төлемесе. Бауыры, не болды? Тік ет, қалың сияқты. Есімің кім болады сен? Бекежан. Мә, Төлеген, төлей салшы. Бекежан арттан әңгіме айтады. Дос, сен тұр да, мына жерге барып отыр. Ал сен, дос, тұр да, ана жерге барып отыр. Нұрболат, Ау, кіммен сөйлесіп тұрсың? бұл КВН ғой, армандап жатырмын. Сен де армандап көрсей? Жігіттер, мені мазаламандаршы. 702-405-44-75 номеріне хабарласпандаршы. Ей, качок, денең дәу болған қайтейін, басың істемейді. Әйгерім, не істеп кеттің? Армандап кеттім. Ислам. Бұл командада екі-ақ есі дұрыс адам бар екен ғой. Түсінгенім біреуі мен, екіншісі кім? Әйгерім, анау есі дұрыс емес, қайда кетіп қалды? Қазір көріп келем. Ислам, сен мені сыйлайсың ба? Ислам, біздің демеушіміз кім? Біздің демеушіміз Қытайдың 101 супреклейі. Қытайдың 101 супреклейі. Кіремейтін нәрсе жоқ. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Тоқта! Әйгерім, не істейін деп жатсың? Дархан екеміз әзіл құрастырып алып кемедік. Сенің әзіліңнің соңын Дархан не болып бітетін біле ма? Не болып бітеді? Сенің басың мына сахнада домалып жатады. Міне, осымен бітеді. Нұрболат, мен оның домалайтынына қорықпаймын. Өйткені біздің командамыздың демеушісі Қытайдың 101 суперлейі. Қытайдың 101 суперлейі. Әйгерім, құр тұрғанша Есен ағамен барып ойнап кесей? Есен аға, сізбен ойнауға бола ма? Нұрболат, Есен аға үндемейді ғой. Әрине, менің де қасыма қолында анандай балтасы бар қыз келіп, ойнайсың ба деп тұрса, мен де үндемес едім. Алдарыңызда өнер көрсеткен Intel КВН командасы.
Рахмет. Интел командасы Сұңқар студенттер кәсіподағының төрайымы Әлия Қарақожаеваға алғыстарын айтады. Ортада Алматы технологиялық университетінің құрамасы. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Ассалаумағалейкум ұлттық арнаның көрермендері. Достар, мына залда шымкенттіктер бар ма? Қызылордалықтар бар ма? Қызылордалықтар. Тараздықтар бар ма? Алматы түгел екен ғой. Яғма достар, жайдарман, жартылай финал өте маңызды ойын. Мысалы, кімде қандай әзіл бар? Жігіттер, Абзал екеумізде мынандай бір әзіл бар. Оны хабарлайтын Қайрат Түнтеков. Алматы! Көңілдірек! Қайки бәріміз бірге? Екі шақтың әңгімесі. Мәди, сен қайда қонасың? Мен Турцияға қонам. Сен ше? Әжем үйіне қонам. Нұрсұлтан, сен телефонында неше әуен бар? 5 әуен бар. Маған жіберші Bluetooth-бен. Қой, бере алмаймын. Неге? Өзім нетіндейміз сосын. Бүгін финалға шығу үшін өте ерекше стильмен ойнау керек. Мысалы, қандай стиль бар? Мынандай. Мәди. Залда неше көрермен отыр деп ойлайсың? Ол жағын білмедім. Сен онда санай бер, біз айыра береміз. Жарайды. Нұрсұлтан, сенің үйіңде теледидар бар ма? Бар. Оны неге сұрадың? Жай әңгіме болсын дегенім ғой. Мұрат. Сенің үйіңде 3D теледидар бар ма? Жоқ. Оны неге сұрадың? Күшті әңгіме болсын дегенім ғой. Мәди? Залда неше адам отыр екен? Санамадым. Неге? Сендер не, залды айырып жатырмыз деп ойлап тұрсыңдар ма? Жоқ! Сендердің бастарың ағами? Жындысыңдар ми? Бұндай стиль емес, басқа стиль керек. Өшір! Басқа стиль керек. Қандай? Жігіттер, ол ма? Мұхит деген көрші бар менің. Электрик. Сол бар емес па? Өткене қарасам көшеде бір қызбен тұр екен. Сөйтсем ол қызда электрик екен. Соны қарасам екеуі махаббат болып тұр. Онда көрейік. Көрейік. Жаным. Жаным. Еткен ғанибет жаным. Бетіңнің барлығы көгеріп кетті ғой жаным. Кім ұрды сені? Кім ұрды? Тоқ ұрды, тоқ! Тоқ ұрды? Неткен ғанибет. Жаным, сенің бойың өсіп кетті ғой? Турникке тартылып жүрсің ба? Жоқ, тоққа тартылып жүрмін. Тоққа тартылып жүрмін. Жігіттер, екеуің бері тартылып кетіңдерші. Сен кімсің? Тоқтармын ғой. Яғни достар, ащы болса да шындық. Қазақтың алғашқы анимациялық мультфильмдер дәл осындай болған. Güydüm vay, nege seni süydüm vay, süydüm vay, көңіліңді сағын. Ол олма? Анимация ма? Әлгі мұхит бар ғой? Соның үйінде бір мысық бар екен. Сол мысығын тамағы ауырқап тамашалайық. Көрейік. Мысық? Сенің қай жерің ауырып тұр? Тамағым ауырып тұр. Қойш, даусың жарқын шығып тұр ғой? Жоқ, тышқан ауырып тұр. Тышқанның не қатысы бар? Енді тышқан менің тамағым ғой. Яғма достар, барлығы біле бермейді. Бұрынғы заманда Алматының орнында хан ордасы орналасқан. Сонымен әдеттегідей ату құрамасынан 13 ғасыр хан ордасы. Бүгінгі хан сен? Дат тақсыр. Датың болса айт батырым. Хан ем? Хан ем? Біздің Лондонға кеткен балықшылар олжамен оралды. Олжамен оралды? Иә. 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 Олж
Мә, бәрекелді. Кім қандай балық ұстап келді? Ой, біздің балықшыларымыздың жетеуі 7 алтын балық ұстады. О, бәрекелді. Біреуі сазан балық ұстады. Дұрыс. Қалғандары ше? Қалғандары майда-шүйде шабақтары бірдеңелер жинады. Ол да жаман емес. Әрқайсысына ат басындай ат сыйлаңдар. Ат басындай ат? Иә. Жарайды, хан ием, болды. Тат тақсыр ма? Шау шапты ма? Кеп, билегің кеп тұр ма? Арада 1 сағат өтті. Далаға шыққың кеп тұр ма? Айтпайсыз ба жаңадан бері? Я сөйтіп жігіттермен алдында келе жатсам, ол ештеңе қалдым. Дат тақсыр. Сен осы жерде қалдың ба? Иә, датым бар еді. Жақсы сонда. Хан ием? Бәке? Бәке, дат тақсыр деп отырғаның не? Ой, алыстан ат беріп өтіп келдім, хан ием. Дұрыс. Сөйтіп сіздің қолыңызды алып кетейін деп, амандасып кетейін деп келдім, қолыңызды алып кетейін деп. Дұрыс. Уағалейкум ассалам. Өй, не істеп тұрсың? Қолыңды алып кетейін да. Өй, мен сен амандасып тұр десем, кет бар. Қолыңызды алып кетейін деп. Жоғал бар. О, хан ием. Ау балам. Кіші балаңыз үйде ма? Кетіп қалды, ұйықтап жатыр. Кетіп қалды ма, ұйықтап жатыр ма? Кетіп қалды, ұйықтап жатыр. Кетіп қалды ма, ұйықтап жатыр ма деймін? Кетіп қалды, ұйықтап жатыр. Онда келсе оятасаңыз. Яғымат достар, ойын соңын Олимпиада жайлы мақалмен аяқтағымыз кеп отыр. Алтау алау болса, 7-ші Серік Сапиев. Ату құрамасы Алматы технологиялық университетінің ректоры Құлажанов Құралбек Сәдібайұлына алғыстарын айтады. Және соңғы команда Серлер Семей. Ассалаумағалейкум, Алматы! Жігіттер, бүгінгі тақырып жас келсе іске. Біздің жастық шағымыз ауылда өтті. Иә, дұрыс айтасың. Барлық қызықтың бәрі ауылда. Естеріңде ма, жігіттер? Атқа ер тоқымсыз мініп шабуш етіп қой. Не болды? Не болып қалды? Есіме түсіп кетті. Жоқ, дұрыс айтасың. Ат демекші, анау сиыр, ат бәрін ен салып жет қой, таңба. Иә? Өткенде папам екеумізден үйдегі қарайғырға таңба салып атқанбыз. Таңбаны басқан бетті қарайғыр тепті ғой маңдайдан. Содан Айжанның туған күнде отырмыз, Марат айтты. Мейіржан? О, ат тепкенің не болды? Есімде жоқ ол. Есімде жоқ? Содан Марат айтты, Айжанның туған күніне көгеріктен арнайым деді. Қызыл өрік шығар? Көктемде көгерік болды ғой, бертінде ғой, күзге таман қызартты мынау. Көгерік әні болатын. Сол көгерікті айтам дегенде ауылдың сесін жетілері кіріп келді. Мұғалім айғалады. Сен сабақ оқымайсың, сабаққа неге келмейсің деп маған. Жаңағы 87-лерге келгенге не болды айтсайшы? Ол да есімде жоқ. Маған айғалады. Әкеңді шақырам деді. Иә. Соны ауылдан көрші Шуки дейтін болатын. Соның үйінде ит болатын. Ана әкең шақырған соң не болды? Ол есімде айтып берейін бе? Жоқ. Ұзақ болды. Сосын? Әкем, сонау Алабайдан қорқатынымыз да, үлкен здоровый Алабай сабақтан қайтқанда бәрі қорқатын. Ананың кетші қорқытпай, кәндектің даусымен. Кәндектің даусымен адам қорқытқан несі? Оны қойш болды. Ауылдың қызығын айта берсең көп. Дұрыс. Бүгін жайдарман. Жартылай финал. Командалардың барлықтары мақсаты финалға өту. Дұрыс. Қазір ұлы сөзде яттық жоқ. Жыламаған балаға емшек бермейді дейді, білесіңдер. Еміз жанан! Еміз! Еміз дейім! Жалпы құрметті көрермендер, бүгінгі ойында жыламасақ, жылап тұрып сұрамасақ, 40-ына шыдап, 41-не шыдамасақ, атаң басына келдің ба дейтін Алматыдағы туыстар, ассалаумағалейкум! Қымбаттастар, тамашалайық 17-ші ғасыр өте ерке уәзір. Ханем, датым бар.
Датың болса айт батыр. Осы жерде отырып айта берейші. Еркелемей жанма кеп айт. Айта берейші осы жерде отырып. Басың шабам. Басың шабам сен. Қашан шаппақшысыз? Ертең шабам. Шабар кезде қасыма келесіз ба? Иә, келем. Онда сол кезде айтайшы. Жиырма жыл бойы бір-бірін көрмеген сыныптастардың кездесуі. Білектің күшін қара, жүректің күшін қара, санды қара. Айжан қатты өзгеріп кетсің. Сонымен көрейік, «Жау жүрек» мың бала кинофильмі біздің нұсқада. Атыраудан 5, Алматтан 3, Семейден 7, Өскеменен 8, Қарағандыдан 2. Барлық жатақханадан тамашалаңыздар. «Жау жүрек» мың перваш. Барлықтарыңыз білесіздер, қысқы уақытта аңдар ұйқыға кетеді. Сонымен көрейік, өз баласымен ұйықтап жатқан аю. Қыз балам, қыз. Арқылы жалғастырамыз, екі достың әңгімесі. Қалайсың Мержан? Ассаламалейкум, қалың қалай? Енді кәндек ит пе? Қайдағы кәндек? Алабай ғой. Қойшы кеп кішкенде кәндек пін? Алабай. Ауылдағы бәрі итті талайды. Қойшы? Үйе, қасқыр жегенін көрсең бұл. Қасқырды жейді. Қоянды. Қайда қорыққан? Қоянды 2 аптап жейді бұл. Мақты алабай. Қожайын болды, қазір мақтай берсем тұрып кетем бар ғой. Сонымен көрініс, бір түрлі взвод, бір түрлі командир. Взвод? Взвод. Тек тұр. Еркін тұр. Взвод? Вот. Қатардағы жауынгер. Екінші қатардағы жауынгердің артындағы жауынгермен орын ауыстыр. Дұрыс емес, дұрыс емес. Взвод. Оңға. Ма? Солға. Ғой дейм. Ей, кіммен ойнап түссе ақмақ? Біз саған не, баламыз ба? Дембілдер, демалыңдар. Жауынгер, соңымнан ер. Жігіттер, жалпы жартылай финал. Бағана айтып кеткенде барлық командалардың басты мақсаты финалға өту. Артқа шегінер жол жоқ. Жол жоқ. Артқа шегінерге жол жоқ. Алдыда көрермен. Сол жақта Есен аға. Артта сахна. Мына жақ бос, о жақпен кетті. Туған қалам, семейім. Туған қалам, семейім. Туған қалам. Бәрекелді, Сейлер командасы Семей мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры Бектемесов Мақтағали Әбдімәжитұлына алғыстарын айтады. Келесі сайысымыз Жамбату командалар ортаға. Жоғары бал Жетіпбай. Жас өркен, Орал. 6, 5, 5, 5 және 5. Шу. 5, 5, 4, 5, 5. Интел, Алматы. 5, 5, 5, 5, 4. Ату құрамасы Алматы. 5, 5, 6, 5, 5. Серлер Семей. 6, 6, 6, 6. Барлығы 6 пай. Сонымен бірінші болып
өздерінің әзілдерімен Интел Алматы. Қыздарға арналған пайдалы кеңес. Қыздар, жаңбырлы күні тақырбас жігіттермен жүрмеңіздер. Олардың басына тиген жаңбыр саған шашырауы мүмкін. Орал. Бұрын боксшы болған атамыз протезін капа деп ойлап түкіріп тастай береді екен. Ату. Шымкенттің ең көп иіліп сәлем беретін келінің ішінен пресс шығып кетті. Семей. Күлсен кәріге гүл қуып жете алмайды. Шу. Біздің Шуда Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы қосылып бір қор ашты. Қордың аты Наша қор. Сонымен кіммен қош айтсамыз? Орал, қош айтсамыз. Рахмет. Қош бол аққан жұлдыз бақытсыйлы. Екінші айналым. Интел. Қазіргі кезде Алматыда көлеңкесі бар жер емес, Wi-Fi ұстайтын жер табу оңай болып қалды ағайындар. Ату. Күзетшілердің, яғни охранниктердің әйелдері 2 күн тамақ істеп 1 күн демалады екен. Семей. Өткенде бір тойда бір ағамыз балықтан бата сұраса, әлгі балық бите алмайды. Шу. Өткенде біздің Шуда көшелердің бәрін қазып тастады. Ойбай үйлеріңе газ кіреді, су кіреді деп. Үйге газ да кірген жоқ, су да кірген жоқ. Үйге шаң кіріп кетті. Кіммен қош айтсамыз? Бір ауыздан, Интел. Әрдайым орын бар. Ату. Тілімен жағына сүйеніп мезі болып қалған балаға тілімен жағы айтады дейді. Ішкен жегеніңе сүйен деп. Семей. Мақпал Исабекова әнші аяла мені деп күйеуге шыққаннан кейін осанды өзгертіпті. Аяма мені деп. Шу. Егер де сенің түрің онша емес, түрің ұсқынсыз болса, бірақ өзіңді әдемі санайтын болсаң, онда сен біздің қатарға қосыл, біз де сондаймыз. Қош айтсамыз? Ату. Финал 2 әзілден. Серілер Семей. Кеше 9 құмалақтан жарыс өтті. Қойлар жұлдыз. Екінші. Кеше көк базарда 500 теңгеден сатылып тұрған грильді көрген бір әтеш, Ибай қарындасын бұзылып кеттің ғой депті. Шу. Қағанатта жұмыс істейтін апайлар қолдар бүйтіп тамаққа тойып қалады екен. Пәтерді жалға беретін тәтелер кіммен жүріп жатқан бәрін біледі екен. Сонымен жеңімпаз Семей. Осымен сайысымыз аяғына жетті. Командалар ортаға. Ортаға пайсандары. Сәлемдесу және көрініс сайысы бойынша Шучу және Интел командалары 4,8. Жас өркен Қазиту құрамасы және Ату құрамасы 5,2. Серілер Семей 6 пай. Жамбату бойынша Қазиту Орал 0,6. Интел 0,7. Ату құрамасы 0,8. Шучу 0,9 және жеңімпаз Серілер 1 пай. Бүгінгі сайыс туралы Марат Остаев. Жалпы Еснаға бүгін ойын керемет өтті деп ойлаймын, бірақ мынау сонда негізі Еснаға халыққа түсіндірмей кеттіңіз ау деймін да сәл. Біздің не үшін ақылдасып жатқанымыз, жалпы бүгінгі әр топтағы бірінші орын алған командалар
олар автомат түрде финалға жолдама алатын командалар. Ал және Еснаға айтқанбыз, сәл командалардың санын көбейтейік. Тағы да бір команданы, осы екі топтан бір командадан финалға алып өтейік деген шешімге келгенбіз негіз. Бірақ әділ қазылар әлде де таласып жатырмыз Есенаға. Білмеймін, біреудің ойы басқа, біреудің ойы басқа. Білмеймін, мен сыйлаймын бұл жігіттерді, әрине. Қазір шешіп тастайық деп жатыр ол нәрсені. Бірақ мен бір ұсынысым бар Есенаға. Келесі сайысты айтсақ болады ма екен? Жақсы. Марат Оралғазин. Құрметті достар, негізі өткен жолы 1-4 ойындар менің ойымша деңгей жоғарырақ болды деп ойлаймын. Себебі шыны керек, ренжімеңіздер. Өткен жолы маған Семей, Интел және Қазақ ұлттық университетінің құрама тобы ұнаған болатын. Бірақ бұл жолы сол ойында қойған деңгейге тек қана Қазақ ұлттық университетінің Элит KZ тобы ғана жете алды, сол деңгейді көрсете алды. Перизат. Армысыздар, құрметті жайдарман сүйер қауым. Ойнағанда, мына сендер үшін айғайлап, жан салып отқан көрермендерге не беремін деп ойнаңдар, не аламын деп ойламаңдар. Кубок аласыңдар, кубок тұрады, әрине естелік, бірақ халыққа бірдеңе берулерің керек. Көп рахмет, сендер бере аласыңдар. Еркебұлан Мырзабек. Керемет ойын болды, маған ұнады. Әсіресе мына командалардың әртүрлілігі бір-біріне ұқсас емес. Өткен сайыста болған қазір барлықтарыңыз бір-біріңізге ұқсас болып кеткенсіздер. Сондықтан да финалға өткен командалар осына жақсылап дұрыстап kesеңіздер. Ал өтпей қалған командалар фестиваль ойындар болады, мен білем, Қазақстанның барлық қалаларында фестиваль ойындар болып жүр. Сол жерге қатысыңыздар, деңгейлеріңізді көтеріңіздер. Жасасын жайдарман. Рахмет. Рүстемелжан. Рахмет. Командалар, ең алдымен осы ойынға келген кезде барлықтарыңызда бір мақсат болды. Ең басы ұту емес, ең басы біздер ойнасақ, осы ұлттық арнаның эфиріне шықсақ деп келдіңіздер. Бірақ дегенмен де осы қазір тұрған кезде әттең деп тұрсыздар. Уайымдамаңыздар. Сіздер алар белес әлі алда, ең басы шабыс берсін, маңдайларыңызға жақсы демеуші бұйырсын. Рахмет. Сонымен соңғы қорытынды атауы бойынша жалпы саны 6,1, жас талант Ақтөбе. ХХТУ тарифі Түркістан 6,2. Біз қазақпыз Екібастұз 6,4. Байланыс жігіттері 6,7. Және атобынан финалға жолдамалған Элит.KZ. БТО бойынша орталық пайсаны 5,5 Интел, 5,7 Шу, 5,8 Жас өркен Қазиту құрамасы Орал, Толық Алтықбай Ату құрамасы Алматы және тобынан финалға жолдамалған Серлер Семей. Сонымен қымбатты достар, бұл сайыста тікелей жартылай финалдан финалға жолдамалған екі команда Элит.KZ Қазақ ұлттық университеті және Серлер Семей. Баршаңызды келесі сайыстарда күтеміз. Жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.